Облыстық мемлекет қызмет істері департаментінің ұйытқы қаламызда велошерігі өтті. Шара мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың челлендж сенің жаңа қырың спорттық бастамасын қолдау мақсатында ұйымдастырылды. Нұрсұлтан Әбішұлы халыққа ұсынған жаңа бастамасында қалың бұқараны спортпен шұғылдануға шақырды. Себебі спорт денсаулықты нығайтып қана қоймай, кез келген салада жетістікке қол жеткізуге үлкен жігер береді. Сенбілік таңда мемлекеттік қызметшілермен қатар аталмыш шараға белсенді қызылордалықтар да атсалысты. Олар алдымен Сырана монументінің жанында бой сергітіп, жаттығулар жасады. Мұнан соң салауатты өмір салтын ұстанған 100-ден аса қатысушы веложарысқа қатысты. Жарыс жол Сырана монументінен бастау алып, Ғани Мұратбаев атындағы орталық стадионға дейін созылды. Біздің департамент бұған дейін де мемлекет қызметшілерінің арасындағы спорттық шаралардың үнемі ұйытқысы болып жүреді. Бүгінгі шараның орны өте ерекше. Енді мойындау керек, мемлекет қызметшілер қоғамның, экономиканың негізгі қозғаушы күші болып табылады. Сондықтан да осы мемлекет қызметшілерінің арасында бұқаралық спортты дамытуға, салауатты өмір салтын қалыптастыруға бағытталған шаралардың бүгін бірі және бірегейі. Енді алдағы уақытта осы елбасы бастамасын қолдау мақсатында облыстық мемлекет қызметшілерінің жалпы форумын өткізуді қазір біз жоспарлап отырмыз. Жағалаудағы 10 шақырымға созылған жарыс жолы күн шуақты ауа райы қатысушыларға керемет әсер сыйлады. Елбасын бастаған другой ты болмаса сенің басқа қырың челленджі акциясы өте орынды, және қазіргі жастарға да үлкендерге де үлгі болатындай акция. Бәріңіз қатысыңыздар. Бүгін мемлекеттік қызмет органдарының қалыптасуына 20 жыл. Соған орай осындай біз акция өткізіліп жатыр. Мемлекеттік қызмет істері және Қызылорда облысы бойынша департаментінен. Жас кезімнен бірнеше спорттарға қатысып, слетта осындай акцияларда орындар алып жүрмін. Маған көмектескені, яғни мен өзімнің күш-жігерім, ішімнен мен алуым керек. Сайыс қорытындысымен ерлер арасында алдына жан салмаған Мейрамбек Ерубаев бірінші тұғырдан көрінді. Екінші орынды Жандарбек Өндрей иеленсе, үздік үштікті Шыңғыс Аманқұлов қорытындылады. Ал қыздар арасында Әсел Жадырасынова үздік атанды. Құдайберген Маханбетәлі Аханәлиев, Жангелді Әлібаев, Қызылорда телеарнасы.